Ассалаумалейкум, құрметті миллионерлер, қалдарыңыз қалай? Маған осы бірнеше оқырмандарым Aptos ботты тексеріп берші, Aptos бот реально төлей ма деген секілді сұрақтар келген болатын. Әрине басында мен сенген болатынмын, барлығы сұрап жатса, может төлейтін шығар деген секілді оймен өзімнің основной каналыма да шығарған болатынмын. Бірақ өкінішке орай бұл бот төлемейді екен. Мен бұны тексердім, керекті суммасын жинадым. Сіздердің алдарыңызда міне көріп отырғандарыңыздай мен жинадым, примерно қазір жоғары шығарайын. Мынау жақта міне 15-те 35 Aptos жинадым, апт монетасын. Енді минималды вывод бұл жақта 15 апт. Ал қазір уақытта бізде CoinMarketCap'тан қарайтын болсаңыздар, бір апт-ның бағасы 7 доллар 90 цент болып тұр. Енді қараңыздар, мен 15-те қанша? 15-те 35 Aptos жинадым. Бұны калькулятормен есептейтін болсақ, қазір көбейтеміз, бұны өшіп тастайын. Так, S басамыз. Мен 15.35 жинадым. Бұны көбейтеміз 7.90 дейік. Сонда мен осы Telegram бот арқылы 121 доллар жинаған болатын. Мен теңгемен шығатын болсақ, бұл примерно 500-ге көбейте салайын. 500. Бұл примерно 60.000 теңге. Енді қараңыздар, мен аяқтан жинадым. Одан кейін выводтың барлығын бастым. Видите, адресімді қойдым, просто адресімді алып тастадым көрінбес үшін сіздерге. Міне подтверждение вывод барлығын бастым. Мынаяқтан запрос на вывод солзын деп шықты, отлично шықты. Бұны мен 14-ші қаңтар күні басқан болатын. Бүгін бізде 16-ші қаңтар, 2 күн өтті, маған ақша түскен жоқ. Мен бағана сіздердің алдарыңызға тоже кіріп қарап көрдім, ақша мүлдем түскен жоқ. Сол себепті бұл бот достар өтірік. Aptos airdrop деген бот өтірік. Одан кейін кейбір адамдар сұрауы мүмкін, өтірік бот пен шын ботты қалай айырамыз? Шын боттар копейка төлейді, бір тапсырма орындасаңыз, подписка жасаңыз 0.001 доллар төлейді, немесе рубльмен шығатын болсақ 0.01 рубль төлейді. Егер сіздер осындай боттар көрсеңіз, который за реферал 0.5 доллар береді, 1 доллар береді, немесе даже бірден 7 доллар береді десеңіздер, то есть осындай боттар кездесетін болса, немесе сіздерге біреу осыны жіберетін болса, бұлардың барлығы өтірік болып табылады. Міне достар, сіздер алдарыңызда мен ботты тексеріп бердім. Telegram ботта осындай мошенниктер қазір уақытта өте көп. Әрине табыс табатын боттар бар, бірақ олар өте аз копейка береді. Қысқаша достар осылай. Егер сіздердің қосымша сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып өтіңіздер. Сіздерде қандай боттар сіздерді алдады, соны тоже комментарийға жазып өтіңіздер. Басқалар тоже білсін, боттардың аттарын жазып өтіңіздер. Ал осы Aptos бот бізге ақшамды шығарған жоқ, значит бұл уже мошенник болып табылады. Ал достар, егер сіздер интернет арқылы табыс тапқыларыңыз келсе, онда менің арнама тіркеліңіздер, және де Telegram арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Telegram арнамда осы тестнет бойынша, криптовалюта, airdrop бойынша көптеген қызықты ақпараттар шығатын болады. Сіздердің болғанмен зе құрмет, келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық, барлығымызға чики-пау.